Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Асқарбек Арман Шалабайұлы. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы бренд позициялау. Алдыңғы дәрістерде біз Gen AI көмегімен әлеуметтік желілерде контент дайындауды, жарнамалық хабарламаларды әзірлеуді қарастырдық. Алайда бренд нарықта кім екенін және тұтынушыға қандай ерекше құндылықтарды ұсынатынын анықтамай, тиімді контент пен жарнама жасау қиын. Сондықтан бүгінгі брендтің тұтынушы санасындағы орнын анықтау, позициялау картасын құру және де AI көмегімен позициялау тұжырымын әзірлеу жолдарын қарастыратын боламыз. Дәрісте үш негізгі мәселе қамтылады. Біріншіден, бренд позициялау ұғымын және де позициялау картасын маркетингтегі рөлін талдаймыз. Екіншіден, Gen AI көмегімен бәсекелестерді зерттеп, тұтынушы үшін маңызды критерийлерді анықтау және карта құру кезеңдерін қарастыратын боламыз. Үшіншіден, AI көмегімен позициялау тұжырымын әзірлеп, оны маркетингтік талаптарға сай тексеруді үйренетін боламыз. Бұл мәселелер бір-бірімен тікелей байланысты. Алдымен нарықты түсінеміз, содан кейін бос мүмкіндіктерді табу арқылы бренд стратегиялық орнын нақты мәтінмен тұжырымдаймыз. Келесі слайдта көріп тұрғандарыңыздай, бұл негізгі ұғымдар. Оларды нақтылап кетсек, брендті позициялау. Брендтің тұтынушы санасындағы бәсекелестерді ерекшелетін нақты орын алуына бағытталған стратегиялық жұмыс. Позициялау картасы немесе perceptual map деп атасақ та болады. Брендтерді тұтынушы үшін маңызды 2 немесе 3 критерий бойынша салыстыратын визуалды схема. Позициялау тұжырымы брендтің кімге арналғанын, қай нарық санатын жұмыс істейтінін, қандай басты пайда беретінін және де бұл уәдеге неге сенуге болатынын түсіндіреді. Дифференциация. Бұл брендтің өнім, баға, сервис немесе құндылықтары арқылы ерекшеленетін қасиеттерінің жиынтығы. Ал мақсатты сегмент, бәріңіз білетіндей, ол қажеттіліктер мен мінез құлқы ұқсас тұтынушылардың тобы болып табылады. Демек, позициялау нақты сегментке арналған маңызды әрі дәлелденетін айырмашылыққа негізделуі тиіс. Бұл слайдта позициялау картасына назар аударыңыздар. Мұнда сөмке нарығы 2 критерий бойынша көрсетілген. Көлденең ось бұл экологиялық деңгейін, ал тік ось баға деңгейін білдіреді. Мысалы, Style Bug ол жоғары баға мен төмен экологиялық аймағында орналасқан. Ал Green Life жоғары баға және жоғары экологиялық сегментті иеленеді. Ал Classic Bug бұл төмен бағамен ұсынылғанымен, оның экологиялық деңгейі де төмен болып табылады. Eco Bug жоғары экологиялық пен қолжетімді баға жақын орналасқан. Картадағы ең маңызды элемент бұл бос позиция. Бұл бәсекелестерге толық иеленбеген нарық мүмкіндігі. Осы мысалда қолжетімді баға мен жоғары экологиялық үйлесімді перспективалы бағыт ретінде көрсетілген. Яғни картада бәсекелестердің орнын ғана емес, брендтің қай бағытта ерекшелене алатынын анықтауға да болады. Позициялау процесі 5 негізгі кезеңнен тұрады. Ол бірінші кезең бәсекелестерді талдау. Мұнда негізгі ойыншылардың ұсыныстары, жарнамалары және де коммуникациялық хабарламалары зерттеледі. Gen AI осы ақпараттарды жинақтап, салыстырмалы кесте құралады. Екінші кезеңде тұтынушы үшін маңызды критерийлер анықталады. AI пікірлерді талдап, баға, сапа, дизайн немесе экологиялық сияқты жиі аталынатын факторларды бөліп көрсетеді. Ал үшінші кезең брендтерді таңдалған осьтерге орналастырып, төртінші кезеңінде бос позицияларды анықталып, олардың әлеуеті мен тәуекелі бағаланады. Соңғы кезеңде позициялау тұжырымының бірнеше нұсқасы әзірленеді. Бірақ AI ұсынған баға, нарық үлесі мен бәсекелестер туралы әрбір факты бастапқы дереккөз арқылы міндетті түрде салыстырып тексеру маңызды шарт болып табылады. Бұл келесі слайдта көріп тұрғандарыңыз AI көмегімен жасалынған бәсекелестік талдау. Кестеде Eco Bug, Green Life, Nature Bug, Urban Bug және де Classic Bug брендтерінің позициялау хабарламалары, мақсатты аудиториялар мен басты артықшылықтары мен нарықтағы орны салыстырылған. Мысалы, Green Life бұл премиум экологиялық сегментке бағытталса, Classic Bug төмен баға негізделген қарапайым ұсыныстар береді. Ал Nature Bug табиғи материал мен ұзақ қолдануды алға тартады. AI осы мәліметтерді негізінде нарықтағы үрдістерді анықтайды. Премиум экологиялық сегментте бәсекелестер жоғары, ал қолжетімді экологиялық өнімдер аз. Сондықтан
қолжетімді баға, жоғары экологиялық және заманауи дизайн үйлесімі бос мүмкіндік ретінде ұсынылады. Дегенмен мұндай қорытынды дайын стратегиялық шешім емес, ол маркетолог тексеретін аналитикалық гипотеза ретінде қабылдануы керек. Енді позициялау тұжырымының құрылымын қарастырайық. Ол 4 сұраққа негізделеді. Біріншісі ол кім үшін? Бұл мақсатты сегментті анықтайды. Екінші, қандай санатта? Мұнда бренд жұмыс істейтін нарық санаты көрсетіледі. Үшінші сұрақ, бұл қандай пайдамен? Бұл брендті басты пайдасы немесе USP-і. Төртінші, неге сенуге болады? Бұл уәдені растайтын сенімнің негізі. Слайдтағы мысалда қала жастарына арналған қолжетімді экологиялық аксессуарлардың бренді ұсынылған. Оның пайдасы стильден бас тартпай табиғатқа қамқорлық жасау мүмкіндігі. Ал сенім негізі сөмкелердің қай өңделген материалдан жергілікті өндірісте тігілуі болып табылады. Осы құрылымның позициялауды жалпы ұраннан нақты стратегиялық тұжырымға айналдырылады. Осы слайдта көріп тұрғандарыңыздай, бұл позициялау тұжырымы бекітпес бұрын оны 3 тест арқылы тексеру қажет. Бірінші тест бұл ерекшелік. Мұнда бәсекелесте дәл осылай қайталай ала ма деген сұраққа қойылады. Екінші, егер кез келген компания осы уәдені қолдана алса, позициялау жеткілікті дәрежеде ерекше емес. Екінші тест бұл маңыздылық. Ұсынылған пайда мақсатты сегментпен шынымен қажет болуы тиіс. Мысалы, аудитория үшін экологиялық маңызды болмаса, тек экологиялық аргументке сүйену ол әлсіз нәтиже береді. Үшінші тест бұл дәлелденгіштігі. Бренд өз уәдесін нақты өнім қасиетімен, өндіріс тәсілімен немесе сервисімен растай алуы керек. Демек, жақсы позициялау ерекшеленетін аудиторияға маңызды және шынайы дәлелденетін болуы керек. Түпкілікті бекіту бұл Human in the Loop қағидасымен жасалынады. Оны білесіздер, оны әр сабақта біз қайталап жүреміз. Бұл қағиданы міндетті сақтау керек. Келесі слайдта бұл AI ұсынылған 3 позициялау нұсқасы салыстырылған. Бірінші нұсқада қолжетімді баға басымдылық беріледі. Оның күші кең аудиторияның қамтуы, бірақ ерекшелену деңгейі төмен болуы мүмкін. Екінші нұсқа экологиялық құндылыққа негізделеді. Ол бренд имиджін күшейтеді, алайда бағаға сезімтал аудитория толық қамтылмауы ықтимал. Үшінші нұсқа заманауилық стиль және экологиялық біріктіреді. AI әр нұсқаның ерекшелігі, мақсатты аудиторияға сәйкестігі, дифференциация, сенімділік және де коммуникациялық әлеуеті бойынша бағалайды. Талдау нәтижесінде үшінші нұсқа тиімді деп ұсынылған, себебі ол бірнеше маңызды құндылықтар бір хабарламаға біріктіреді. Бірақ AI бағасы соңғы шешім емес, маркетолог оны нарықта зерттеу нәтижелерімен және де компания стратегиясымен салыстыруы тиіс. Ал енді бүгінгі сабағымыз қорытындылай кетсек, біріншіден бренд позициялау ол барлық маркетингтік коммуникацияның іргетасы болып табылады. Сондықтан контент пен жарнаманың мазмұны брендтің нарықтық орнына сүйенуі тиіс. Екіншіден, позициялау картасы бұл бәсекелестер орналасқан аймақтарды және бос нарықтық мүмкіндіктерді көрнекі түрде көрсетеді. Үшінші, бұл GenAI бәсекелестерге талдау, критерийлерді анықтау және карта жобасын құру және де позициялау тұжырымын бірнеше нұсқасын әзірлеу кезеңдерінен жеделдетеді. Бірақ AI берген деректерді верификациядан өтуі қажет. Есте сақтайтын алгоритм бұл нарықты талдау, критерийлерді таңдау, карта құру, бос позицияны анықтау, тұжырым әзірлеу және де оның ерекшелік, маңыздылық және де дәлелденгіштік бойынша тексеру. AI позициялауда стратегиялық кеңесші қызметін атқарады, ал ұзақ мерзімді бағытта маркетолог пен компания басшылығы таңдайды. Сол себепті кез келген жұмысты AI-ді құрал ретінде пайдаланып, соңғы шешімді маркетолог өзі анализдеп, тексеріп қарауы шарт. Осымен сабақ тәмам. Назарларыңызға рахмет.